Сәлем, Скуталу. Қалың қалай? Ұшқыр понилердің жаңа қойылымы Панивилде көрсетілгенде, Рэмбо Дэштің жанкүйерлер клубы сені көруге шешім қабылдады. Бәріңнің қойылымға келетіндерің жақсы ғой. Тек маған қойылымда өнер көрсету бұйырып бапты. Қосалқы құрамдағылар біреуді алмастыру керек болғанда ғана қатыса алады. Маған жиылған топты тоқтатуды немесе сондай бір нәрселерді табыстайтын шығар. Дегенмен ұшқыр пони киімімен келесің ғой, я? Қосалқы құрамның киімі. Маған сол да жеткілікті. Мәссаған. Рэмбо Дэш, сені тапқаныма қуаныштымын. Бізге Панивилдегі қойылымда керексің. Аспанда. Ол қосалқы құрамда емес пе? Олай емес, балақай. Сонда мен... Рэмбо Дэш, ақырында ұшқыр понилер тобының толыққанды мүшесі болдың. Алақай! Я, Рэмбо Дэш, тамаша! Не дейсің? Сүйкімді пони, сүйкімді пони, сүйкімді пони сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, шын жүрекпен сыйларсың бізге түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық бәріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Дэш, жаңа қатысушы. Қанаттарыма жағатын шипамайымды көрген біреу бар ма? Сақадай сай болуым керек. Ұста. Бізге не болғанын айтып берші, Рэмбо Дэш. Бізге бүгін шігесіне дейін қызық. Кішкентай кезіңнен бастап ұшқыр пони болу тағдырың екенін түсінгеніңе дейін. Айтарлықтай ештеңе жоқ. Шын сөзім, ұшқыр понилер өз қойылымына мені таңдағандарын Спитфайр айтты. Бұл қандай керемет. Оларда орын босағанша көп күтті. Файрстрик сабақ берумен айналысу үшін қызметінен кетемін деп шешіпті. Клаусдейлдің ұшу мектебінде ұшқыр понилерді жаттықтыратын шығар. Әйтсе де қосалқы құрамының тізімінде кім бірінші болғанын тауып көріңдерші. Білем, менен сұраңдаршы. Сонымен не істеуім керек, Дэш? Бүгін ұшқыр понилердің штаб пәтеріне жетуім керек. Қойылымның басталуына 2 күн қалды. Бағдарламаны жаттап алуым керек. Кетіп бара жатырсың ба? Бірақ лауазымыңның өскенін атап өтпедік қой. Сонымен қатар қоштасу сауық кеші бар. Пенки, Панивилден кетіп бара жатқан жоқпын ғой. Әншейін бағдарламаға жаттығуға бара жатырмын. Бәрі жақсы болады деп үміттенем. Бәлкім осындай қысқа мерзім ішінде көп нәрсені үйрену керек деген ой мазалап тұрған шығар. Сәттілік тілеймін, Дэш. Сәттілік пе? Маған оның қажеті болмайды. Қазір қабілетімді бәрі мойындаған кезде, басқа ұшқыр понилерге бұлтта қалған іздерімді жұту ғана қалады. Бәрі сенің өте жақсы ұшатыныңды біледі, Рэмбо Дэш. Дегенмен басқа ұшқыр понилерде осал емес. Бәрі сен ойлағаннан қиын болуы мүмкін. Сенікі жөн. Қалай ойлайсың? Күннен қорғайтын көзілдірік кисем бе? Күннен қорғайтын көзілдірік жақсы, алайда оны кез келген пони тағуы мүмкін. Тақпағаным дұрыс шығар. Топтық жаттығулар күн сайын. Таңертең 7:20-да өтеді. Алғаш ұшқыр пони болған 20 понидың құрметіне. Дәл солай. Академиядағы жатын бөлмелерді көрдің. Ал мынау топ тұратын орынды. Адмирал Фейервезердің өзі салған? Бірінші ереже есіңде болсын. Жаңа қатысушы ұшу алабынан өтерде жан жағыңа қарауды ұмытпа. Әрине, бірақ мұнда ешкім жоқ қой. Олар аяқ асты пайда болады. Ұшқыр понилердің көбі жай түскенде қонғанды ұнатады. Сондықтан сақ бол. Жарайды, бұл оңай. Мәссаған, бұл генерал Флэштің фуражкасы ма? Ұшқыр понилердің ұраны жазылған. Алтис Валантис, биікке самғай бер. Апырай! Айтайын дегенім, тамаша. Жарайды, жаңа қатысушы. Қойылым 2 күннен кейін. Бағдарламаны меңгеру үшін сақадай сай болуың керек. Жиналып топтың басқа мүшелеріне қосылуыңа 5 минутың бар. Құп болады, ханым. Кешке дейін барлық қимылдарды үйреніп алам. Солай деп үміттенем. Сені жақсы әсер қалдырады деп күтеміз. Керемет костюм.
Сонымен, қазір нағыз ұшқыр пони ретінде бірінші рет ұшасың. Сабыр сақта. Ой, бұлттарға көтерілді, оларды таң қалдыр. Ұшқыр понилер топтың ең керемет мүшесімен кездесуге дайын болыңдар. Қараңдар, тобымызға жаңа қатысушы келіпті. Ей, жолдан бұлай тұр. Ha? Vay! Ой, ай. Ортамызға өте әсерлі қосылдыңдар. Бәрі дұрыс па, Рейнбоу Дэш? Рейнбоу Крэшке көбірек ұқсайды. Сонымен, ұшу мектебі Рейнбоу Дэшті қарсы ал. Вау! Ау! Ой, ай, ой! Ой! Рейнбоу Крэшті де! Рейнбоу Крэш! Рейнбоу Крэш! Рейнбоу Крэш! Рейнбоу Крэш! Hey, сендер мені әдейі қағып кеттіңдер. Олай емес. Бірінші ережені ұмытып кеттің, жаңа қатысушы. Ұшу алабынан өтерде жан-жағыңа қара. Иә, жақсы, әншейін. Сендерді тексергенмін. Әрине солай. Жарайды. Жарайды, ешкім зиян шеккен жоқ қой. Атқаратын шаруамыз көп. Мұны ұмытып іске кірсейік. Жаңа қатысушының әдеттегі қателігі Рейнбоу Крэш. Бұл керемет болды. Жоғары ұш, Крэш, сапты бұзып жатырсың. Мұқият бол, Крэш! Жақынырақ, Крэш, артта қалма. Менің атым Крэш емес. Ха, түріңе қара. Ей, Крэш, бүгін ауыр күн болғанын білем, бірақ уайымдама, үйреніп аласың. Ауыр күн бе? Қойш, егер әуезді кемпір қосақты орындай алмасам, демек, мұны да игеретінім анық. Ертең барлығы жоғары деңгейде болады. Бәлкім бірнеше жақсартулар енгізермін. Рейнбоу Дэш, бері кел. Тыңдап тұрмын, ханым. Әлі осында екеніңе Рас па? қуаныштымын. Сізге қойылымды керемет қылып өзгертуге жақсы ойға жетпе? Мүлде олай емес. Қосалқы орында болғаныңды білем. Сондықтан ұшқыр понилердің ішкі ережелері бар екенін білесің. Мысалы, күннің ең нашар ұшқышы ғимаратты толық тазалау тиіс. Жұмысқа кіріс, Крэш. Менің атым Крэш емес. Не? Рейнбоу Дэш, біздің ұшқыр пони! Шаршағаныңды білеміз, Рейнбоу Дэш. Дегенмен, Пинки саған сауық кешін ұйымдастырғысы келді. Өміріңдегі ең жақсы күннің құрметіне арналған сауық кеші. Иә, бәрі керемет болды. Айтып берші, естігенше асықпыз. Қуана айтып беретін едім, бірақ қатты шаршадым. Маңызды күннің алдында көп толқыдым. Бір нәрсе дұрыс болмады ма, Рейнбоу Дэш? Сен айтасың. Ақырында ұшқыр пони болдым. Бұл енді менде бәрі тамаша дегенді білдіреді. Қап, бір нәрсенің дұрыс емес екені анық. Не болды, құрбым? Айттым ғой ештеңе деп. Әншейін ұшқыр понилердің кейбіреуі мені Рейнбоу Крэш деп мазақ қылып жүр. Ұшу мектебінің бұзақылары сені осы жаман лақабатпен атамап еді? Сені не үшін олай атайды? Өйткені қоқыс жәшігіне құлап түстім. Ай, Олай болса, сені Рейнбоу Трэш демегендеріне қуан. Демек, оң аяғымен тұрмағансың ғой. Жаңадан келгендердің бірінші күні қиын болатынына сенімдімін. Саған керегі жақсы жағыңнан көріну. Жағымды нәрсе орын алғанда жаман лақабат ұмытылады. Рерити дұрыс айтады. Ұшқыр понилерге бізге қарағандай қара. Біз бір топпыз, алайда әркімнің өз ерекшелігі бар. Дәл солай. Өзімді ерекше қырынан көрсетем.
тура сендер секілді. Қош бол, Рейнбоу Дэш! Қош келдің, мықты капитан! Қайырлы таң, понилер! Кім керемет ұшуға дайын? Мен дайынмын! Ертеңгі қойылымды асыға күтіп жүрмін. Толқып жүрсіңдер ме? Қатты толқып жүрмін. Мен үнемі толқып жүрем. Мені тіпті Ширақ Дэш деп те атаған. Өйткені үнемі күшім тасып жүреді. Ұшқыр понилердің толқуына болмайды, Крэш. Біз сияқты ұшу үшін сабырлы болу керек. Әрине оны білем. Бірақ шындықты айтыңдаршы. Толқисыңдар ғой, я? Өйткені кез келген пырақ бала кезінен ұшқыр понимен ұшуды армандайды. Және армандарың орындалды. Солай ғой. Сенікі де. Рас, қаласаңдар, мені турашыл пони деп атауларыңа болады. Алайда, шындықты бетке айтқанды ұнатамын. Меніңше понилер біздікіндей ауыр еңбекті бағалауы тиіс. Себебі ұшқыр пони болу ерекше нәрсе. Білеміз. Білесіңдер ме, қанаттардың оңтайлы екі қырлы бұрыштары бұрылыстарда тұрақтылықтар тұруға көмектеседі. Менің ойымша ұшқан кездегі әрекеттеріміз нәтижемізге көмектеседі. Сондықтан оны әрқайсымызға жасадым. Әрдайым қызықты мәліметтерді кітаптан табамын. Понилердің көбі мені оқымысты пони деп есептейді. Біз қанаттардың қалай жұмыс істейтінін білеміз. Жаңа қатысушы және дайын тізіміміз бар. Ұшу алабынан кет! Кешіріңдер, жай ғана көмектескім келді. Өйткені ұшқыр понилерді қатты уайымдаймын. Мені қамқор пони деп атауларыңа болады. Қазір қолыңыз бос болмаса, сәлден кейін келе алам. Немесе мүлдем жақындамаймын. Жарайды. Бұл бірыңғай формалы киімдерді қалай ұнататынымды айтқым келеді. Бала кезімнен ашық түсті жолақтар мен классикалық пішінге таңғалатынмын. Мені бекерден бекер Рейнбоу Дэш демейді ғой. Фэшн сөзінен алынған. Крэш! Өзіңді неге бұлай ұстайтыныңды білмеймін, бірақ жетер. Ұшқыр понилерге пайдамды тигізу үшін жай ғана жақсы қасиеттерімді көрсеткім келді. Топтан өз орныңды тапқың келетінін көріп тұрмын. Алайда әзірге бағдарламаға көңіл аудар. Жарайды, ханым. Бәлкім мынау сені ынталандыратын шығар. Крэш? Неге шын атымды жазбадыңдар? Мұнда олай істеуге болмайды. Бәріміздің күртешелерімізде лақабаттарымыз жазылған. Солай ма, Клиппер? Дәл солай басеке. Бұл қазір ресми түрде. Ұшқыш понилер тобына қош келдің, Крэш. Егер басқа ұмытылмас нәрсе ойлап таппасам, өмір бойы Рейнбоу Крэш болып қалам. Бұл тамаша болды. Білем, мен де Пинки Пай секілді толқып отырмын. Рейнбоу Дэштің нағыз ұшқыр пони ретінде бірінші рет өнер көрсетуін көруге асығып отырмын. Мұнда тәтті мақта бар шығар. Ұмытпаңдар, бүгін Рейнбоу Дэшке тиіскенше қолдау көрсетуіміз қажет. Міндетті түрде. Арманы орындалған соң, ойдағыдай болмағаны өкінішті болды. Рейнбоу Дэш ершірек пони. Менің ойымша ол алғашқы күннің келеңсіздіктерін еңсеріп, жақсылыққа бет бұрды. Әне оның өзі. Эй, Дэш! Тамаша, керегі де осы. Скут алуды ертпетейінші. Мені ме? Не үшін? Маған көмек қажет. Сондықтан Рейнбоу Дэштің жанкүйерлер клубының басшысы бұл шаруаны өте жақсы атқарады деп шештім. Сендерге қосалқы орындағы понилер көмектеседі деп ойласам? Иә, алайда олар қазір ресми тапсырмамен айналысып жатыр. Дегенмен қорықпаңдар. Скут алудың көмегімен бәрі жақсы өтеді, тіпті тамаша болады. Демек, кешегі жаттығу жақсы өтті ме? Біздің кетуіміз керек. Бұл жерде не істеп жүрміз, Рейнбоу Дэш? Бұл қойылымды ерекше ету үшін болмашы көмек көрсеткенім керек. Сонымен, ұшқыр понилер мына төбешіктен қойылымның шымылдығы жабылар кезде ұшып өтеді. Мен соңғы болып ұшам. Сол кезде скутеріңе мініп алып, түнерген қара бұлттың маған қарай итересің. Ұқтың ба? Не? Бұл соққыдан төбемнен найзағай ойнайтын болады.
мен көз шағылыстыратындай жарқырап көрінем. Сосын жабылу салтанатында бұрын соңды болмаған бұлттың көмегімен керемет өнер көрсетем. Бұған сенімдісің бе? Сондай тамаша болады. Осыдан кейін көресің, мені ешкім Рейнбоу Крэш деп атамайды. О, кетуім керек. Белгі беруінді күт. Көз күталу. Жарайт. Құрметті ересек понилер және барлық жастағы балақайлар. Аспанға қарап, ұшқыр понилердің керемет өнерін тамашалауға дайын болыңыздар. Спайк пен Пинки Пай тамақ алып үлгерді деп үміттенем. Әйтпесе Рэмбоу Дэшті көрмей қалулары мүмкін. Уайымдама, Флаттершай. Пинки Пай мұндайды мүлде жіберіп алмайды. Тек тәтті мақта үшін болмаса. Кеттік, Пинки Пай, қойылым басталып Бір жатыр. секунд. Өтінем, үлкенірек әрі жылдамырақ істеңізші. Үлкенірек! Бұл тамаша, керемет орындап жатыр. Үлкенірек! Ойдағыдай болады деп үміттенем. Тамаша! Ау, ай, ау, уа! Ой, Кешігіп қалмаған шығармын. Әлгі пони неге сонша созбақтады? Бұл керемет болды! Жарайсың, Рэмбоу Крэш. Бізге не болғанын айтып бер, жаңа қатысушы. Қатты өкініп тұрмын. Бағдарламаны маған айтпай өзгерттің деп есептеуім керек. Және басқаларға қауіп төндірдің. Ұшқыштарды болмашы қателіктер үшін шығарғанмын. Білем. Және бұл үшін кез келген жазаны өтеуге дайынмын. Мені Рейнбоу Крэш деп тура атапсыңдар. Әрқашан үздік ұшқыш болып едім, алайда ұшқыр понилердің бірі болғалы тек қателіктеріммен ғана көзге түстім. Өмір бойы сендер мен ұшуды армандап едім, бірақ ұшқыр пони болуға мүлде жарамайтын сияқтымын. не деп тұрсың? Сен бізде болған мен білетін ең дарынды ұшқышсың. Және бірнеше рет бүкіл Эквестриямызды апаттан құтқардың. Ұшқыр пони болуға лайықсың. Қосалқы орынға кіргеніңнен бері орын босағанын күттік. Бірақ сендер мені Рейнбоу Крэш деп атадыңдар ғой. Иә, онда тұрған не бар? Менің лақабатым Клиппер. Неге екенін білесің бе? Өйткені кеме сияқты жүрдексің бе? Жоқ, өйткені бірінші күні жаттығуда қанатымен тудың тұғырына ілініп қалғанмын. Бірінші күні жаттығуда жылдамдығымды дұрыс есептемей тура Спитфайрдың тұяғына құлағанмын. Дейзи? Слоупок. Луфинмауф, мені қалай мазақтайтын мүлде табалмассың. Әлі, бұл Крэштен әлде қайда жаман. Рас па? Демек, әлі топтың құрамындамын деген сөз бе? Ал сен топтың құрамында болып мақтанбай жүре аласың ба? Уәде берем, өмір бойы өзімді көрсетуге тырыстым, алайда енді ұшқыр понимін. Топпен жұмыс істеп үйренетін кезім келді. Жақсы. Өйткені жылдар бойы осы келеңсіз жағдайды еске алып, сені мазақтайтын болам. Сенің күлкілі құлағаныңды. Қызық, күлкілі. Күлкілі. Бір ай сынақ мерзімі. Сұрақтар бар ма? Жоқ, ханым.
сәлем, Рейнбоу Дэш. Халіңді білуге келдік. Бәрі дұрыс па? Өте жақсы, рахмет. Көмек қажет емес пе? Жоқ, ретсіздік жасаған менмін. Өзім ретке келтіруге тиіспін. Оған қоса Спитфайр 1 ай бойы ғимаратты тазалауымды бұйырды. Олай болса, неге көтеріңкі көңіл күймен жүрсің? Я, өйткені мен ұшқыр понимін. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.